Қайырлы күн баршамызға. Бүгін сіздерге ірімшіктен жасалынатын осындай запеканканың рецебін ұсынамын. Видеомды соңына дейін толық қарап, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлық керек заттарымыз экранда көрсетілген және төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Жасалу жолы өте жеңіл, бір жасағаннан-ақ жақсы шығады. Ендігі творог, яғни ірімшікті, жұмыртқамызды, қаймақ, кукуруз крахмалын, бал, кішкене шым-шым тұз қосып, барлығын блендермен езіп аламыз. Осындай қоймалжың біркелкі масса болғанша дейін жақсылап блендерлеп аламыз. Ендігі керек ыдысымызды түбін майлаймыз. Осы сұйықтықты құйып аламыз. Ендігі қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Менде қатырылған шие, қатырылған түрі болсын, немесе свежий күйінде болсын, шие, құлпынай, малинаны пайдалансаңыздар болады. Кішкене шие қышқыл болғаннан кейін қант сеуіп алдым. «40 минут 180 градус температурада пісіреміз». Мінекей, ірімшікті запеканкамыз дайын болды. Жасап көріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, мен ыстық күйінде турадым. Негізі суытып алған дұрыс болады, сонда астыңғы жағы жабыспайды. Барлығы асығып тосып отырғаннан кейін ыстық күйінде турап ыдыстарға салып жеп қойдық. Толық 40 минут ұстасаңыздар жетерлік, ортасы барлық жағы піскен болады. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айман, қош сау болыңыздар.